Ата-анамызды, бауырымызды сағынышпен еске аламыз. Ана өмірдің бастауы, әке шаңырақтың тірегі. Анамыздың мейірімімен әкеміздің қамқорлығы бізге өмірлік бағдар, тағдырдың сынақтарында сүйенер тірек болды. Екеуінің жүрегінен тараған шексіз жылу, айтқан әрбір ақылы өмір жолымызда шамшырақтай бағыт беріп келеді. Өмір өтер, уақыт озар. Бірақ ата-анаға деген сағыныштың сөнбес шырағы жүректі мәңгі жана береді. Өмірдің мәні мен мағынасын ұғындырып, әрбір атқан таңды қуанышпен қарсы алуды үйреткен асыл анамыз Машерова Гүлсім Төлжан қызы, өмірге шуақ сыйлаған асыл жан, біздің жүрегіміздің мәңгілік шамшырағы. 1960 жылдың 7 қыркүйегінде Атырау қаласында дүниеге келіп, айналасына мейірім мен ізгілік шашқан ардақты анамыз 2010 жылдың 26 мамырында 49 жасында мәңгілік сапарға аттанды. Тірі болғанда биыл 65 жасқа толар еді. Сағынышпен еске алып отырып, оның әрбір жылы сөзімен мейірбан жүрегін үнемі аңсаймыз. Анамыздың әкесі Машеров Төлжан Бегіс руынан, анасы Қаражан қызы Мұнтай Шеркеш руынан шыққан. Төлжан ата Ұлы Отан соғысының ардагері. 1941 жылы елін қорғауға аттанып, 1945 жылы жеңіс туын желбіретіп, туған жеріне аман оралған батыр жан. Өмірлік серігі Мұнтай әжемізбен бірге 10 перзент сүйіп, ұрпағын тәрбиелеп өсірді. Анамыз Гүлсім ерекше мейірімді, кең жүректі жан болатын. Жанашырлығымен ақ жарқын мінез арқылы айналасына қуаныш сыйлап, әр кездесуде өзінің сырлы әңгімелерімен жүректерді жылытатын. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді үнемі насихаттап, жарылқасаң кәріңді, жарылқармың бәріңді деп айтып отыратын дана жан еді. Оның әрбір айтқан сөзі біз үшін өмірлік сабақ болып қалды. Ал құрметті құдағайлар, қадамдары құтты болсын. Енді мадан бері үлкен апамыз біршама айтып жатыр ғой, сол бары мына жақсылыққа қосыламыз. Әрдайымда енді мына жастар мен сағынғандай мен жақсы көретін сөзім бар негізінде. Орынбасар ағамдар сөйледі. Әлгі жарылқасаң кәріңді, жарылқаймын бәріңді дейді ғой. Сонда просто ең үлкен кісілерді сыйлап, осы қарттарды сыйлап жүрсеңдер, алдарыңнан күндерің туып, өздерің бақытты болып кетесіңдер. Сағынғанның бұл өмірде үлкен кісіні сыйлау керек деп ойлаймын өз басым. Ал қадамдары құтты болсын. Тек әрдайым осындай жақсылықта, тойлар амандықта кездесейік бәріміз. Келіндер қосыламыз дейді. Домбыраның қоңыр үніне қосылып ән салғанда, барша ағайын туыс, дос жарын ұйып тыңдайтын. Қазақтың қара домбырасын қолына алып, туған туыстың қуанышында ән әуелеткен сәттері көз алдымыздан кетпейді. Анамыздың бойындағы өнерге деген сүйіспеншілігі, өмірге деген құштарлығы әр қашан үлгі болды. Анамыздың өмір жолы өнегеге толы. Екі бірдей алтын асықтай перзентті өмірге әкеліп, тәрбиелеп өсірді. Балаларының бақытын көріп, немерелерінің шат күлкісін сезіну ана үшін шексіз бақыт еді. Арман анамыздың тұңғышы. Бүгінде отбасын құрып, сүйікті жары Динармен бірге бір ұл, 3 қыз тәрбиелеп отыр. Үлкен шаңырақты ұйытып, мұнай өндіру мекемесінде басшылық қызмет атқарып, ел игілігі үшін
еңбек етуде. Тұңғыш немересі Аружан Астана қаласындағы Казгию университетінің 3-ші курс студенті. Заңгер мамандығы бойынша білім алып жатыр. Жанна анамыздың аяулы қызы. Жоғары оқу орнын тәмамдап, кейін тұрмыс құрып, жары Дияспен бірге бір қыз, бір ұл тәрбиелеп, өз алдына шаңырақ көтерді. Анасынан алған тәлім тәрбиені жүрегіне тоқып, оны өз перзенттерінің бойына сіңіріп келеді. Жанұясында мейірім мен сыйластықтың үлгісін көрсетіп, ата-ана аманатын абыроймен жалғастыруда. Анамыз өмірден өткен соң, әкеміздің жан дүниесі ауыр қайғыны көтер алмады. Жүрегіне түскен сағыныш салмағы денсаулығына әсер етсе де, немерелеріне мейірімін төгіп, жақсы тәрбие беруге барын салды. Әкеміздің өмірден өткені де 8 жыл болды. Оның шексіз мейірімі, ұрпағына деген жанашырлығы бізге өмірлік азық болды. Бір әкенің берген тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды деп бекер айтылмаса керек. Ол кісі өмір жолын әскери қызметке арнап, алған білімін кейінгі ұрпаққа үйретуден жалықпаған. Әр әңгімесінде отанды сүюді, елге адал қызмет етуді үлгі қылып айтатын. Бүгінде ата-әжеміздің көзіндей болған немере жиендері өсіп өніп, өмірдің әр белесін бағындыруда. Үлкендері студент атанып, арман қуып білім жолына түссе, ортаншылары мектеп табалдырығын аттап алғашқы қадамдарын жасауда. Ең кішкентайлары балабақшада балапан күндерін шаттықпен өткізіп жүр. Олар ата-әжесінің мейірімі мен тәрбиесін жүректеріне мәңгілікке сіңіріп, сол өнегені өмір жолына серік етуде. Әке-шешеміздің бізге берген тағылымы мен көрсеткен үлгісі, ұрпағына қалдырған ең қымбат мұрасы болып қала бермек. Өмірдің ең үлкен бақыты ата-ана мейіріміне бөленіп, олардың аялы алақанының жылуын сезіну. Асыл анамыз бен ардақты әкеміз бізге сол мейірімді, сол шексіз махаббатты сыйлай білді. Екеуінің маңдай терімен, жүрек жуылумен өсіп өнген ұрпақтары бүгінде сол ұлағатты тәрбиені жалғастырып келеді. Анамыздың жүрегіндегі шексіз мейірім, әкеміздің парасатты ақылы, бұл дүниедегі баға жетпес байлық. Уақыт қанша өтсе де, олардың бейнесі санамызда жарқырап, сағыныш болып, жүрегімізді тербейді. Біз үшін асыл жандардың орнын ешкім толтыра алмайды. Жылдар өтсе де, сағыныштың сазы бәсеңдемейді екен. Сіздер аманаттаған ұрпақтарыңыз өсіп өнуде. Әр жетістігімізде сіздердің балаларыңыз, әрбір жетістігімізде сіздердің баталарыңыз сезіліп, әр қуанышымызда жарқын бейнелеріңіз көз алдымызға келеді. Жандарыңыз жәннаттың төрінде шалқысын. Асыл анам, ардақты әкем, біз сіздерді мәңгілік сағынышпен еске аламыз.